Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сендермен керемет тақырып туралы өтетін боламыз. Ол жеміс жидектердің пайдасы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты тыңдалған диалог бойынша көтерілген мәселені түсінетін боласыңдар. Екінші, амонимдерді көркемдік ерекшелігіне сай сөйлемде дұрыс қолдана білесіңдер. Балалар, бәріміз жеміс жидектердің адам ағзасына өте пайдалы екенін білеміз. Енді тағы да мәліметтерге қанық болу үшін анасы мен қызының диалогын тыңдайық. Ана, жеміс жидектердің қандай пайдасы бар? Інжу, жеміс жидектер адам ағзасына өте пайдалы. Өйткені олардың барлығы да адам ағзасына қажетті дәрумендерге өте бай. Алайда жемістердің барлығын жеп алмай, өзінің мөлшеріне сай қолдану керек. Мәселен, алма жүректің жұмысын жақсартып, адамның семіруіне жол бермейді екен. Ана, мен алма туралы тақпақ білемін. Айта қойшы. Айтшы кәне, алманың кім ұмытар балдамын. Алма жегің келсеге, бауға барды талғамын. Ащысын де аласың, тәттісін де саласың. Егер алма көп жесең, қыста шымыр боласың. Көрдің бе? Алманы көп жеген адамның денсаулығы мықты болып, шымыр болады екен. Сол сияқты сары өрік те адам жасын ұзартып, оның құрамындағы калий жүрек пен қан тамырының жұмысын жақсартады екен. Ал өрік туралы тақпағың бар ма? Я, бар. Сары өрік, сары бал, талай бала сағынар, дәмі тіл үйірі, қарасы да тағы бар. Қайнатсам тосабым, аздап қант қосамын, қысты күні қонақтың алдына тосамын. Өте жақсы інжу. Қысты күні сары өріктен жасалған тосап, әсіресе үлкендердің қан қысымын түсіріп, денсаулықтарына пайда келеді екен. Сол сияқты құлпынай да қазіргі қыс мезгілінде өте пайдалы жеміс болып есептеледі. Себебі оның құрамындағы түрлі дәрумендер біздің ағзамыздың иммунитетін көтеріп, қазіргі уақыттағы тұмауға қарсы күресті күшейтеді екен. Құлпынай туралы тақпақ білесің бе? Я, білемін. Құлпынай гүл ашыпты, көктем келді алақай. Піссін тез деп асықты, тәтті құмар балақай. Өте жақсы інжу. Көрдің бе? Айта берсек, жеміс жидектердің пайдасы өте көп екен. Әсіресе лимон, шие дегеннен жасалған сусындар қыстың күні адам ағзасына көп пайдасына келеді. Олай болса екеуміз алмадан сусын жасайық. Жарайды. Балалар, диалогты тыңдадық деп ойлаймын. Енді тыңдалымнан кейінгі тапсырмаларды орындайық. Анасы мен қызы қандай тақырыпта сөйлесті? Екінші, диалогта қандай жемістер туралы айтылды? Үшінші, сен өзіңе осы диалогтан қандай маңызды ақпарат алдың? Төртінші, саған қандай жеміс ұнайды? Өзіңе ұнайтын жемістің таныстырылымын жасап көр. Оны сурет ретінде салып, немесе бейнебаян жасап, немесе аудио жазба арқылы таныстырсаң болады. Балалар, келесі тапсырмамыз берілген сөздердің амонимдерін тауып, мағыналарын нақтылайтын бірнеше сөйлем құрастырып жазыңыздар. Түс, жүз, аз, түз, жаз, біз, ақ, жақ. Осы сөздердің ішінен үлгі ретінде түс деген сөзді алайық. Біз бүгінгі тақырыбымыз жеміс жидектермен байланыстырып, мысалдар келтірдік. Біз түскі аста алма шырынын іштік. Бұл жерде түскі ас мезгіл уақытты білдіріп тұр. Екінші, жазды күні піскен өріктер жерге түсті. Бұл жерде түсті деген етістікті білдіріп тұр. Дескрипторлармен таныс болыңыздар. Сіздер
амонимдерді таба аласыздар. Яғни амонимдер дегеніміз дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер екен. Екіншіден, сол амонимдердің мағыналарын нақтылайтын бірнеше сөйлем құрай аласыздар. Балалар, амонимдердің мағынасы ашылу үшін бір сөзге екі не одан да көп сөйлемдер құрауымыз керек. Сонда ғана оның біз амоним екендігін түсінеміз. Балалар, бүгін біз сабақтарда жеміс-жидектердің пайдасын түсіндік. Амонимдерді сөйлем ішінде ерекшелігіне сай қолдана білдік. Сабақ аяқталды. Тапсырмаларды мұқият орындайды деген сенімдемін. Сау болыңыздар.